Армысыздар, құрметті көрермендер. 2024 жыл біраз жандар үшін жақсы жаңалықтармен басталды. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда айлық есептік көрсеткіш, ең төменгі күнкөріс деңгейі және ең төменгі жалақы көрсеткіші жоғарылады. Сондай-ақ мемлекеттік зейнетақы мен жәрдемақы мөлшері де артты. Қазақстанда биылдан бастап жәрдемақы мен зейнетақы төлемдердің мөлшері 7-9%-ға дейін артты. Осының арқасында мемлекеттік бюджеттен төленетін зейнетақының орташа мөлшері 130 мың теңгеден асты. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметіне сүйенсек, 2024-2026 жылға арналған республикалық бюджет туралы заңға сәйкес, биылдан бастап мемлекет есебінен төленетін жәрдемақылардың барлық түрі мен базалық зейнетақы мөлшерін 7%-ға, бірлескен зейнетақы мөлшерін 9%-ға арттыру жоспарланған. Осылайша мемлекеттік бюджеттен алынатын жалпы базалық зейнетақының орташа мөлшері, яғни бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан берілетін төлемдерді есепке алмағанда, 2024 жылы 120.838 теңгеден 130.414 теңгеге дейін өсті. Сондай-ақ бүгінде Қазақстанда жоспар бойынша базалық зейнетақы мөлшері көтеріліп жатыр. 2023 жылдан бастап 5 жыл ішінде оның ең төменгі мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-на тең болды. Ал ең жоғарғы деңгейі 120%-ға дейін өсті. 2024 жылы ең төменгі жалақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 65%-ын немесе 28.215 теңгені, ал базалық зейнетақының ең жоғарғы мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 105%-на, яғни 45.578 теңгеге тең болды. Сонымен қатар еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілдері жәрдемақы мөлшері қалай өсетінін кеңірек талдап айтып берді. Мәселен, 1, 2 және 3 бала туылғанда берілетін жәрдемақы 131.100 теңгеден 140.296 теңгеге, ал 4 және одан көп туған балаларға берілетін жәрдемақы мөлшері 217.350 теңгеден 232.596 теңгеге өсті. Көп балалы отбасыларға берілетін жәрдемақы мөлшері де бала санына байланысты өзгеруі мүмкін. Неғұрлым көп бала туылса, соғұрлым төлем мөлшері де жоғарылайды. Алдағы уақытта жәрдемақылардың мөлшері бұдан да көп есе көбеюі мүмкін. Бұған дейін премьер-министр мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін кейбір әлеуметтік төлем мөлшерін 7%-ға өсіру туралы қаулыға қол қойған болатын. Тиісті қаулы 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді. Биылдан бастап 4 бала үшін берілетін жәрдемақы мөлшері 59.183 теңге болды. Ал былтыр ол баға 55.304 теңге болған. Ал 10 бала туған үшін 147.680 теңге төленеді. 2023 жылы оның көлемі 138.000 теңге болатын. Мүгедектігі бар адамға келсек, жәрдемақы мөлшері мүгедектік тобына байланысты ерекшеленеді. Бірінші топқа 95.496 теңге төленеді, екінші топқа 76.397 теңге төленеді, үшінші топқа 52.089 теңге төленеді. Сондай-ақ 2024 жылы мемлекеттік жәрдемақыдан бөлек мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін кейбір әлеуметтік төлемдер, оның ішінде асыраушысынан айырылу және еңбекке қабілеттілігін жоғалту бойынша тағайындалған төлемдер мөлшері 7%-ға жоғарылады. Айта кетейік, олар мемлекеттік есеп бюджетінен жәрдемақыдан бөлек берілетін болады.